Бүгін қымбатты бауырластар, сіздермен бөлісетін тақырып Иса кім деген тақырып. Сұрақ, Иса кім деген. Осы сұрақты мыңдаған жылдар, ғасырлар бойы адамзат бір-біріне қойып келе жатыр. Бір-бірінен сұрап келе жатыр. Жер бетіндегі барша халық Исаны білет, бірақ осы сұрақты қояды. Енді мен ойлаймын, осында отырған сіздер білесіздер, шын мәнісінде Исаның кім екенін. Өйткені киелі рух сіздерге ашты. Киелі рух сіздердің рухыңызды жандандырды. Ол қалай болды, оны өздеріңіз білесіздер, және Құдайдың киелі рухы. Бірақ мен осы сұрақты біздің халқымызға, шығыс халықтарына және сіздерге тағы да қойғым келеді. Иса кім? Қалай ойлайсыздар? Осындай сұрақты тұтқиылдан, ойламаған жерден сіздерге сұрақ қойған кезде, сіздер ең бірінші ойыңыз не ой келеді сіздер? Иса кім деген кезде? Кім Иса? Тағы да құтқарушы, Құдайдың сөзі, тағы да жол, шындық, өмір. Ол Исаның өзі айтқаны, Енді мына біздің қазақ халқы, біздің еліміз, ұлы дала елінің халқы, біз ежелден келе жатқан. Біз анау бір осы жерді жаулап алған жоқпыз. Ежелгі халықпыз. Өйткені Құдай бізді осы жерді сыйлады. Және біздің ата-бабаларымыз анау тас ғасырынан бері осы жерде өмір сүріп келе жатыр. Және олардың рухани құндылықтары болды ма? Осы халықта бір құндылық бар ма? Қаншама ғасырлар. Біз кезінде ежелгі замандарда біздің заманымызға дейінгі 9-10 ғасырлардың өзінде біз сақтар деп аталды. Қазақтар деген, қай сақтар деген сөзден шығады. Сақ деген этноним біздің халқымыздың өзінде бар. Сақ деген ұғым, этноним бізді біріктіреді. Содан кейін біз ғұндар, түркілер, одан кейін бар қыпшақтар, оғыздар, тағы түркі рулары, ұлыстары болып бөлініп, ең аяғында қазақ болып келді. Бірақ мен сіздерге айтайын, қазақ халқы ол ерекше халық Құдайдың жоспарында. Осыншама дүние жүзінде 9-шы орынды Құдай бекер күнгөңге бере салмайды, бауырластар. Картаға қарасаңыздар, тіпті көрмедім деген адамның көзіне бадырайып тұрады. Қазақ елі деп. Қазір біз тіпті айтамыз, біз ұлы дала елінің ұрпақтарымыз. Сонда бізде рухани құндылық жоқ па? Бізді айтты ғой кезінде, сендер оңбағансыңдар. Көз қонып жүрген, естісін білмейтіндер, лағып жүрген бір бәлесіңдер. Сендердің тарихына Октябрь революциясынан басталды. Коммунистер айтты, Құдай жоқ деді, оған да сен, бәріне де сен. Соған сөйтіп жүрдік. Бірақ біздің ата-бабаларымыз Құдайдан ежелден қорыққан, Құдайды құрметтеген, және бір ғана Құдайға табынған, екі Құдай, үш Құдай емес. Онда күпірліктен Құдай сақтасын. Бір Құдайға табылған халықпыз. Бірақ ол тарихи кезеңдерде түрлі аталып келді, түрлі діндер болды. Ол тарихын айтып отыру өте ұзақ уақыт. Сосын мен осыдан 100 жыл бұрын біздің ерекше бір жас ақынымыз, ол осы революция заманында өмір сүрген, астан кестең уақытта өмір сүрген Сұлтан Махмұт Торайғыров. Естулеріңіз бар ма? Шоқан Уәлиханов, көптеген біздің көз ашық, жарық жастарымыз болды. Өйткені қазақ айтады, асыл тастан, ақыл жастан дейді. Сол Торайғыров көптеген поэмалар жазған. Сол Сұлтан Махмұт Торайғыровтың кейінгі кезде сол жинағы ашылып жатыр. Ол Қамар сұлу және адасқан өмір деген. Адасқан өмір қазір толық жинағымен шықты, және бұрын осы жырлары жырланбаған. Сол кезде Сұлтан Махмұт Торайғыров осы Иса кім деген сұраққа болашақта ұрпақтарына бір жауап ретінде жазып кетті. Енді мен сол жырын сіздерге оқып берейін.
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 1919 жылы жазған осы поэмасынан үзінді. Әркімдер ақ сұрап жүр, Ғайса кім деп. Ол кезде Исаны Ғайса деп революцияның алдында. Әлі де біздің аталарымыз, ақсақалдарымыз Ғайса деп. Ғайса көктен келеді, қиямет қайында деп. Жаңағы өзінің бір кейбір түсініктерін айтады да. Сонда Сұлтанмахмұт былай дейді: әркімдер ақ сұрап жүр, Ғайса кім деп. Кейбіреулер пайғамбар Ғайса демек. Ашылмайтын бұл әлі құпия сыр. Сондықтан түсіндірме бергенім жоқ. Егер де бүгін айтсам Ғайса сол деп, найза ұшында өлтірер мені түйреп. Жемтігімді көмуге рұқсат бермей, өлімтіктер тастар итке сүйреп. Ғайсаның туайтады бері жүр деп, сенбейтін кейбіреулер оған күлмек. Ғасыр бойы алысқан дұшпандары маңдайына дақ салмас оның күнде. Ұстара Ғайса тілі әділ тілмек, асауды жуастар тірі жүндеп. Қиянатшыл замандас өтсе дағы, Ғайса жолы мәңгілік өмір сүрмес. Мына жерде ерекше бір несі бар да, егерде Ғайса кім деген сұраққа мен бүгін жауап берсем, сол деп, онда найза ұшына мені өлтірер еді. Сосын көп жағдайда Иса Масих кім деген сұраққа біз лап етіп жауап бере қалсаламыз, сол кезде өзімізге көп деген жауларды, қарсы тұрушыларды жиып аламыз. Біздер оңбағандар, мыналар сектанттар, дінін сатып кеткендер, қуып кеткендер, адасқандар деп жаңағы бізді балағаттай бастайды. Енді адасқан өмір деген Сұлтанмахмұт Торайғыровтың ең болмаса поэмасын оқыса, мүмкін ойланатын еді. Енді осы Иса кім деген сұраққа әлде адамдар жауап іздеп келе жатыр. Көбінесе үш түрлі жауап аламыз осы біздің қоғамымыздан, адамдардан. Соның ішінде, осы шығыс халықтарының ішінде ең бір момыны, бір жуасы, сондай шыдамдысы қазақ халқы болып келеді. Бірден атырылмайды, бірден көзін шадыраңдатпайды, бірден бадағаттап шықпайды. Әйтеу не болса да ішінде. Өйткені біз қазақ халқы өте, қалай десем, тарихымыздың тамырымыз терең болғандықтан, рухани біздің құндылықтарымыз өте зор болғандықтан, біздің сол рухани тәрбиелеріміз бізді ұстап отырады көп жағдайда. Енді осы Иса кім деген сұраққа көп адамдар былай деп жауап береді: Иса ол пайғамбар дейді. Тесесіздер ғой, бірінші жауап алатын: Иса ол пайғамбар. Екінші жауабымыз былай болады: кейбір анау радикалдар болады. Радикалдар деген өзінің ойымен әйтеуір бір қатып қалғанда бір нәрсеге. Оқыса да, оқымаса да, әйтеуір қатып қалған. Не киялы кітапты оқымаған, не ешқандай жазбаларды оқымаған, өз ойымен қатып қалған адамдар бірден атырылып шығады да, жаңа ой өмір. Содан кейін барып андай жын басқан адамдар. Олар тіпті құтығына деген. Құдай ондайлардан сақтасын. Оларға түсіндіріп айтып жатудың да қажеті жоқ. Есік кішкене жауып қойсаң, қысып қойсаң, қатты. Үшінші, адамдар не деп жауап береді осы Иса кім деген сұраққа? Білмеймін дейді. Естуімше ол орыстың құдайы сияқты. Естуімше орыстың құдайы деп жауап береді. Енді бірнеше осындай жауаптар бар, мен оны айтпай қояйын. Бірақ біздің қазақ ұлы дала елінің ұрпағы, біз еркіндікті сүйетін халқымыз, бостандықты сүйетін халқымыз. Сосын біздің жеріміз сияқты көңілімізде, ниетімізде дархан. Қалай болмасын, біз осындай бір құндылықтарды естігіміз келеді, түсінгіміз келеді. Біз сондай халқымыз. Сөнекен бірақ сөзбен жауап бере саламыз.
мына оңтүстіктің ақсақалдары өте білімпаз болады да. Оңтүстікте мен бір ақсақалмен, бұрын қызмет істеген ақсақалмен сөйлестім. Ол кісі имандады. Сол кісі маған айтты: Манарбек, осы сен тарихшысың ғой. Осы мен түрлі осы Иса туралы естігім келді. Түрлі әңгімелерді естідім ата-бабаларымнан. Тіпті мен қауымдарға да бардым дейді, осы сенушілерді. Өздері көп екен дейді. Біреуіне барсам баптистпін дейді, біреуіне барсам каратистпін дейді деп жаңа қалжыңдайды да жаңа. Ауыр нәрсемін дейді. Содан кейін маған екі нәрсе ұнамайды дейді да. Содан не ұнамайды десем, бірден келген кезде анау алдымнан айқыш тұрады дейді да. Дәуір ағашынан айқыш жасап қойған. Содан кейін барып қолыма ойбой мынаны оқи қалыңыз деп Библияны бере қалады дейді. Қарасам алдымда дәуір ағаш. Содан кейін барып анау бір бағушы дей ма, қойшы дей ма, шығады екен дейді де жаңағы мінбеге дейді. Мінбенің алдына барсам дәуір айқыш тұрады дейді. Содан кейін барып енді бұл не айтады екен десе, бұл Иса Тәңір, Иса Құдай. Содан мен ойланып қалам дейді, Тәңірлік деген бізде дін бар еді. Бұлар шынымен қайдан шығарып алды? Содан кейін анау маған ұнамайды дейді де, Құдайдың ұлы деген. Бір ғана Құдай барын білеміз ғой. Бұл Құдайдың ұлы деген бұлар қайдан шығады? Деп соны енді сөйлеме айттым да, аға сіз сонда уағызды тыңдап отқан кезде қандай ойға берілесіз дедім. Сөйтсем ойға берілгенде былай ғой дейді, ана уағыз оқпаймын дейді. Ана орнына кіреді де мияғынан шығып кетеді дейді. Мен айқышқа қарап тұрмын дейді. Айқыш көзім, айқышқа қарасам маған бір түрлі бір жаудың белгісі сияқты дейді. Тапа басылатын сияқты. Содан кейін ана Құдайдың бұл дегенде сілк ете түсем дейді. Ішімнен жаңа қостау. Бұл не осыны маған түсіндірші дейді. Содан кейін мен айттым, аға ол жаңа сізде емес, бар қазақта. Менде де бірінші арқышты көрген кезде мен жақтырмаған. Білмеймін, қасарсып болады жүрегім. Көп уақытқа дейін Құдайдың ұлы деген кезде менің жүрегім қасарсып болады. Бір Құдай бар, Құдайдың ұлы болса, демек шешесі де болу керек. Ана ұлдың деген жаңағы мен өзі ойым сондай кетіп қалды. Содан кейін мен көбінесе первоисточник деректерді оқимын да. Ал оны оқып білмей жатып, мен еш нәрсе келмейді. Содан кейін ол кісіге айттым, аға дұрыс айтасыз деді. Біріншіден, мына айқыш, ол орыс заманында, мына отарлау саясаты кезінде орыста біздің құнарлы жерлерімізді жаулап алды. Соны айқыштарын көтеріп, крестный ход жасап, жаңа поптар. Жаңа құнарлы жерлерді қоршап алды да, оған жаңа қамалдар тұрғызды, оның үстіне шіркеу салды, оның үстіне айқышты қойып қойды. Қазақ мынау менің жерім деген кезде ар жақтан орыс мылтығын көтеріп шықты. Сөйтіп, жаңағы айқышты көрген кезде олардың жүрегі жабылып. Міне сол үшін біздің жүрегімізде сол әлі сол шешілмеген тарихи бір түйін, және оны ешкім айтпайды, ешкім түсіндірмейді. Ата-бабамыздан бері сол жүрегімізде қалыптасып қалған бір шермен. Ал енді шын мәнісінде айқыш ол Исаның біздің күнәларымыз үшін құн төлеген жері. Исаның біздің күнәларымыз үшін қанның төгілген жері. Ал айқыштың шын мәнісінде ол бізге келіп кетер еш нәрсесі жоқ. Ал сол айқышта не болды? Мәселе сол оқиға. Соны біздің қазағымыз түсінсе. Екіншісі айтады, неге Құдайдың ұлы деген ол? Мен айттым, аға, ол өте күрделі. Сол үшін ол Иса кім деген сұраққа жауап беретін, Иса кім деген сұраққа бүгінгі осы тақырып өзі күрделі және оңай. Құдай еш уақытта ешқандай бізге бір қиын түсініктерді бермейді. Адам ең Құдайдың бізге оңай деп берген нәрсесін қиындатып жібереміз де, түрлі қиын терминдерді қолданамыз. Күнді тарихи бір адам түсінбейтін терминдер, ғылыми терминдерді қойып, соны айтып, соған өзің білімпаздығымызды айтамыз. Сол қарапайым адам түсінбейді. Келеді қазақы Иса Құдайдың ұлы.
Сенсең де сен, сенбесең де сен, ол Тәңір. Солай жазылған. Ол қазақ оны түсінбейді. Қазақ бір ғана Құдайдың барын біледі. Ол қайдан болды дейді, дұрыс сұрақ. Мен осындай сұрақ қойғандарға өте қуанамын, дұрыс сұрақ. Ал енді осы Иса кім деген Исаны түсіну үшін бірінші біз дін дегеніміз не, оны түсінуіміз керек. Екінші, сол әрбір діннің пайғамбары бар деген ұғым бар. Пайғамбар деген кім деген, соны түсінуіміз керек. Содан кейін үшінші, сөз дегеніміз не ол? Сөздің farkын білетін қазақ. Сөздің ұғымын түсінуіміз керек. Одан кейін иман дегеніміз не? Оның діннен қандай айырмашылығы бар? Былай қарасаңыз күрделене береді, шырмала береді. Бірақ біздің ата-бабаларымыз осы нәрселерді көп түсінген. Мысалы, діни түсінік бойынша Иса ол пайғамбар. Діни түсінік бойынша. Ал енді дін дегеніміз не? Дін дегеніміз ол бір ғана жаратқан ие Құдайды адамдардың іздеу жолы. Бір ғана Құдай бар екенін адамдар біледі. Мейлі анау абареген қаңып жүрген біреу болса да қолына таяқ ұстап. Бір Құдай бар екенін біледі. Бірақ ол түсінбейді. Содан кейін оның өз жолы бар. Пұттар жасап алады. Сосын адам әрқашанда өзін сол дінді түсіндіретін, осы жол түсіндіретін адамға мұқтаж болады. Сосын былай қарасаңыз жер бетінде 4000 дін бар екен. Былай қарасаң, әркім өзінің Құдайын мақтайды, өзінің пайғамбарын мақтайды. Біздің Құдайымыз сенің Құдайыңнан күшті деген қалып келеді ең соңында. Содан кейін барады да андай түсінбестіктер болады. Бірақ бір ғана Құдай бар. Және дін сол Құдайды іздейтін жол. Бірақ Иса келген кезде Исадан сұрады, сен кімсің деді. Көп адам түсінбеді Иса. Сонда Иса айтты, мен жол, шындық, шынайы өмір мен. Мен арқылы болмаса, ешкім де Құдай әкеге бара алмайды. Осындай сөзді кім жауап берді? Былай қарасаң. Мен жолмын деді. Мен шындықпын. Жер бетіне келген ешқандай пайғамбар осылай айта алған жоқ. Және мына жаратылыстың басталуын оқыған кезде әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты дейді. Жер ретсіз, тіршіліксіз бос жатты. Суға толы тұңғиықтың үстін қара түнек жауып тұрды. Ал Құдайдың рухы су бетінде қалықтап ұшып жүрді. Сонда Құдай жарық пайда болсын деді. Және бұйырды. Осылай жарық пайда болды. Осы киелі жазба әуел баста деген кезде бізді ойландырады. Осы әуел баста деген сөзден басталады киелі кітап. Және айтады, бір Құдай бар екенін түсінуге болады. Құдай дейді. Көк пен жерді жаратты. Және Құдайдың рухы қалықтап жүрген. Сонда біз бірден әуел баста Құдайдың рухы бар екен білеміз. Содан кейін бар Құдай ол сөйлейтін Құдай екен. Жарық пайда болсын. Құдай сөйледі. Аузынан, Құдайдың аузынан сөз шықты. Және жарық пайда болды. Құдай болсын деген кезде ол ғайыптан пайда болды. Құдай болмасын десе ол болмайды. Сосын Иса кім? Пайғамбар дегеніміз кім деген сұраққа келген кезде Иса ол христиан дінінің пайғамбары. Кейбіреулер. Мұса ол иудаизм дінінің пайғамбары. Жаңағы индустар шығады. Индуизм дінінің пайғамбары Кришна дейді. Буддистер шығады. Буддизм дінінің пайғамбары Будда дейді. Конфуций ол жаңа конфуцийлердікі. Енді анау Жапон мен индустар туралы айтпай-ақ қояйын. Олардың әрбір көшесінде өзінің бір Құдай жүреді. Соның үстінде бір пайғамбар жүреді. Өгізді де, сиырды да, қыбыр-жыбырдың бәрін Құдай дейді. Жапондар да солай екен. Мен таңғалдым. Тіпті ана көшедегі ырбақтап отырған маймылды кәдімгі пайғамбар деп тамақ беріп. Сонымен жаңағы
сөз айтқысы келеді екен да, сөйлескісі келеді. Ол маймыл не айтады? Маймылша сөйлейді жаңағы. Ыржалақтап керек кетеді. Аңның тілі бар, аң да сөйлейді. Құстың тілі бар, құстың да сөйлейді. Адамның сөзі де бар. Bir жол мен көшеде келе жатсам, бір-екі орыс апай. Қолдарында бір кітап. Сөйленген мен тоқтатты да, жақында ақыр заман болады деді. Сөйме айттым, ақыр заман болады деді. Сөйтіп едім, бұлар жаңа екі апай екі жағыма тұрып алды да, мен қорқыта бастады да. Жаңа ақыр заманды айтқан кезде енді күшті суреттейді екен жаңа. Ақыр заман болған кезде көк жарқылдап, наның бәрі қирап, бәрі бүйтеді. Сол кезде Иса келеді. Сонан кейін мен айттым, Иса кім дедім. Осындай сұрақты қойдым, төтесін. Иса кім деп едім? Иса Мессия дедім. Ол қай тілде дедім. Сөйтедім, біледі екен, ол еврей тілінде. Сонан кейін Мессия дегендеріңіз Иисус Христос қой, грек тілінде деп. Да, Иисус Христос. Сол маған айтты, по-казахски Иса Масих деді. Өздері бәрін айтып отырды. Сонан кейін маған жаңағы айта бастады. Сонан мен жаңағы бір журналдарын көрсетті, сторожевая башня, тағы бір нәрселерін көрсетті. Сонан кейін мен оларға бірден төтесінен кеттім да жаңағы. Сонан мен айттым, сендер орыссыңдар деді. Православие шіркеуіне барып, тәубе етіңдер деді. Иисус Христос Господь дедім да. Сөйтіп едім, ол мен бірден айттым ғой, Иса Масих ол жаратқан ие деп едім. Шошып кетті. Иса Масих жаратқан емес деді. Господь емес деді. Сонан кейін мен айттым, Иса Масих Құдайдың сөзі дедім да. Сөйтіп едім, келісті, Иса Масих сөзі деп. Сон бардық та жаңағы киелі кітапты аштық. Сонда Жоханның жазбасында жазылып тұр. Әуел баста сөз болған, сөз Құдайда болған, сөз Құдай, сөз адам болып, ортамызда өмір сүрді дейді. Сөйме айттым, Иса Масих Құдайдың сөзі дедім. Сөйтіп едім, олар келісті. Енді Иса Масих Құдайдың сөзі болғаннан кейін, ол жаратқан ие дедім. Орысша Господь деген сөз. Сөйтіп едім, жоқ деді. Ол жаратқан ие емес, ол Господь емес, Тәңір емес деді. Сонан кейін мен айттым, ит сөйлей ме дедім. Сөйтіп едім, олар өздері сөйлеседі, иттер бір-бірін ырылдасып, жаңағы өзінің сөзі бар. Құс сөйлей ме десем, құс шырылдайды, өзінің сөзі бар. Олар бірін-бірін түсіне ме десем, түсінеді. Құстың сөзінің негізі болмысы ол құстікі ғой деді. Құстың болмысынан алады, аңдыкінен алынбайды ғой. Ол құстікі, ол жерекше бір генетикалық жаратылыс. Ал енді аңдар өз аң тілінде сөйлеседі, білінің тілін біледі. Ол аңның болмысы ғой. Оның сөзі, оның болмысы сөзі, түсінігі. Ол аңның болмысы ғой дейді. Аңның болмысы. Өйткені аңша сөйлеседі, ол өздерінің сөздерінің болмысы аңды келеді. Құстық едеді. Сонда айттым, сіз қазір адамша сөйлеп тұрсыз дедім. Сөйтіп едім, да, мы люди, адамша сөйлеп тұрмын ғой. Сонда айттым, сіз адамша сөйлегенге мен де адаммын. Сізді құрметтегеннен кейін мен сізге тоқтадым. Сіздің сөзіңізді тыңдап тұрмын. Сонда осы біздің адами сөзіміз бір-бірімізді түсініп жатырмыз. Осы адами сөзіміздің болмысы аңдікі ма дедім. Сөйтіп бас айналып қалды. Что? Не айттым? Сонда біз адамның сөзіміз, адами сөзіміз, сонда біздің адами сөзіміз аңның болмысы ма деді. Сөйтіп едім, жоқ, біздің адами сөз болғаны, біздің сөзіміз адами болмыста деді. Біздің сөзіміз ол адамнан шыққан, ол адами болсын. Бәрі адами ма десем, адами деді. Человеческий деді жаңа. Человеческое слово. Сөйме айттым, человеческий слово, оның құдіреті бар ма деді. Сөйсем бар деді. Түсінді. Өйткені адамның сөзімен адамды ренжітуге болады. Адамның сөзімен адамды жұбатуға болады. Адамның сөзімен адамды қарғауға болады. Адамның сөзімен тіпті өлтіруге болады. Кейбір адамдар жаңағы біреу балағаттар жала жатты деп жаңағы көпірге шығып өліп жатады. Қазір жаңа өзін өзі өлтіріп жатқан. Неге? Өйткені бір сөз оның жүрегін ұрды. Бір сөз оны айыптады. Bir söz onun bütün ömrünü aldı.
және ол сондықтан өлгісі келді. Өйткені адамның сөзі оны жарақаттады. Сосын адам сөзі өлтірді. Оның болмысы және адами сөздің күші бар екенін біз байқаймыз. Мен айттым, адамның сөзі құдіретті ма, Құдайдың сөзі құдіретті ма дедім, жаңа ашуланып кеттіңіз. Сөйтіп біреуін бас тағайындалып қалды, екіншісі сразу бірден бас айналып қойып кетті, бір жақсы. Қиын сұрақтар бас айналып кетті. Маған қарады да, Құдайдың сөзі құдіретті деді. Неге адамның сөзі құдіретті демедім, тағы бас айналып қалды. Неге адамның сөзі құдіретті ғой? Құдай деген құдіретті ғой. Содан кейін мен айттым, о дедім, міне көрдіңіз ба? Құдай ол құдіретті деді. Және оның Құдайдың сөзі де құдіретті дедім. Құдайдың сөзі ол адамның сөзі емес деді. Құдайдың сөзі ол Құдайдың сөзі. Және Құдайдың болмысы, сөзінің болмысы ол аңдікі де емес, адамдікі де емес, ол Құдайдікі, ол жоғары тұрады. Сондықтан пайғамбар дегеніміз кім? Сіз жаңағы айтқандай дедім да? Мессия деп отыр ғой. Сөйтіп едім, пайғамбар дегеніміз ол Құдайдың сөзін, құдіретті сөзін адамдарға, адамның сөзіне келіп, адамдарға түсінік береді. Посредник деп қояды. Ортада жүреді. Адамды пайғамбар. Оны Құдай тағайындайды. Сол үшін Иса сол жаңағы кім айтқандай сол дейді де, жаңағы Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқандай. Содан кейін мен айттым, Иса Құдайдың сөзі болса, ол Құдайдың болмысына сай ма деді. Жоқ, әлде адам болмысына сай ма? Егер ол Құдайдың сөзі болса, онда ол Құдайдың болмысына сай. Содан кейін барып маған айтты, киелі кітапта жазылған ғой, оның Мессия, елші. Демек ол пророк. Сонымен жаңағы апаларымызбен сөйлесіп, жаңағы сөз деген Құдайдың сөзі, ол Құдайдың болмысы бар екен. Олар түсінді, содан кейін екіншісі бірден жетеді, кетейікші. Құтылайықшы деді де, менен құтылды соларыңдар. Шын мәнісінде киелі кітапты біз оқып отырсақ, тура Інжілдің ортасында әуел баста сөз болған. Сөз Құдайда болған. Сөз Құдай. Сөз адам болып ортамызда өмір сүрді дейді. Және Забур жырында ежелгі Дәуіт пайғамбар былай дейді: жаратқанның сөзімен аспан жаралды, аузының лебімен жұлдыздар жасалды. Және еврейлерге жазбада былай дейді: Құдайдың әлемді айтқан сөзімен жаратып, бұл 11-ші тарау 3-ші аят. Әлемді айтқан сөзімен жаратып, ретке келтіргенін, яғни көз алдымыздағы жаратысты көзге көрінетін заттан емес, ғайыптан жасап шығарғанын сеніммен ұғынамыз. Және Иса шәкірттеріне көп деген жауаптар берді. Халық одан сұрады, сен кімсің деген кезде Иса барша халыққа шәкірттер арқылы жауап: мен жол, шындық, шынайы өмір менмін. Мен арқылы болмаса ешкім де Құдай әкеге бара алмайды. Және Иса шәкірттеріне былай деп айтты. Мынау Аян 22:13-те. Алғашқы да, соңғы, бастапқы да, ақырғы, басы да, аяғы да менмін. Бұла қарасаң, басыңыз айналып қалды. Содан кейін Откровение 19-да айтады: ал жамысы қанға батқан екен, оның бір атағы Құдай сөзі дейді. Киелі кітапта Филиппиліктерге 2-ші тарау 8:10-да былай дейді: Исаның атағы не естіп? Көктегі, жердегі және жер астындағылардың бәрі оның алдында тізе бүгіп, әрбір тіл атаулы Иса Масихты жаратқан ие деп ашық мойындап, Құдай әкенің даңқын арттырады. Сонда Исаның атағы, киелі кітапта қарап отырсақ, Исаны
Құдайдың белгілеген адамы дейді. Құдайдың майлаған адамы. Және ол еврей тілінде мессия деп аталады. Грек тіліне аударған кезде, грек діндарларының, олар Иисус Христос. Ол да сол Құдайдың майлаған белгілеген адам деген. Ал енді біздің ежелгі түркі замандағы алтын бітек киелі кітаптың түркі аудармасы. Онда Иса Мәсіх деп қолданылады. Сонда Құдайдың белгілеген майлаған адамы деген ұғымды білдіреді. Иса Мәсіх. Енді Иса Мәсіх Құдай адамзатты өзі жаратады сөзімен, және Құдай адамзатты құтқарылғанын қалайды сөзімен. Байқайсыздар ма? Қиын еш нәрсесі жоқ. Құдай ғана құтқарады. Бір ғана Құдай бізді жаратады сөзіменен, бір ғана Құдай жаңа пайғамбарларды жіберді, сөзін жіберді. Өйткені Құдай айтты, мына күнәһарларға барыңдар, және Құдай өз сөзімен сендерді құтқарады. Бұл құпия. Пайғамбарлардың бәрі келді. Сонда Иса айқышта қайтыс болған кезде қиналды. Орындалды деді. Орындалды деген сөзі не ол? Иса Мәсіхтің Құдайдың сөзі болғандықтан ол не болады? Оның дәрежесі жаратқан ие бола ма? Қалай ойлайсыздар? Құдайдың сөзі жаратады. Сонда Құдайдың сөзі жаратқандықтан жаратқан ие деген дәрежесі бар. Оның дәрежесі құдірет. Сондықтан Құдай өзі пайғамбарлар арқылы сөзінің келетінін жариялады, және Құдайдың сөзі жерге келді. Оны шәкірттері айтты. Әуел баста сөз болатын, сөз Құдайда болатын, сөз ортамызда адам болып өмір сүрді. Біз көрдік дейді. Сонда Құдайдың сөзі, Құдайдың құдіреті пәк қыздың құрсағында пайда болды. Онда ешқандай адамның қатысы жоқ ер адам. Бұл Құдайдың бізге көрсеткен керемет. Өйткені Құдайдың сөзі жаратады, және Құдайдың сөзі құдіретпен пәк қыз Мәриям құрсағында пайда болады. Сосын майланған, белгіленген Құдайдың сөзі жер бетіне келді. Не үшін келді? Құдай өзі адамдарды құтқару үшін. Неден құтқару үшін? Күнәдан құтқару үшін. Өйткені көп адамдар өзінің күнәһар екенін түсінбейді. Сондықтан мына Филиппиліктерге 2 тарау 8 деп былай дейді. Мәсіхтің құдайлық болмысы бола тұра, ол онысына жармасқан жоқ. Қайта өз құдіреті мен салтанатты ұлылығынан бас тартып қабылдады құлдың сыйқын. Ол адам секілді бұл дүниеге келді, әрі кәдімгі адамға ұқсап көрінді. Өзін төмен тұтып, Құдайға мойынсұнды. Өлімге, тіпті айқыштағы өлімге мойынсұнды. Сосын Иса Мәсіхтің атағы, 3 атағы бар. Киелі кітапта оқып отырсақ. Иса Мәсіхтің ең құдіретті атағы ол Құдайдың сөзі. Және оның болмысы Құдайдың болмысы. Адамның болмысы емес, Құдайдың болмысы. Ал ол пәк қыз Мәриямның құрсағында адам болып келгендіктен, киелі кітап оған тағы 2 атақ айтады. Ол адамзат ұлы дейді. Көктен келген билеуші адамзат ұлы. Және Иса Мәсіхтің адами болмысын айтады. Оның болмысы адам екен. Және ол Құдайдың сөзінің құдайлық болмысы екен. 2 болмысы көрініп тұр, құдайлық болмысы. Бірақ кейін кезде айтады, Иса жер бетінде жүрген кезде ол Құдай емес, адам болды. Құдайлық болмысы қолданбады. Ол Құдай болған жоқ. Ол тек адам ғана болды. Бірақ киелі кітап айтады, Иса Мәсіхтің Құдайдың сөзі болғандықтан құдайлық болмысы бола тұра, ол онысына жармасқан жоқ дейді. Иса Мәсіх алғашқы да, соңғы да, бастапқы да, ақыры да менмін. Шәкірттеріне айтқан кезде, сендер жолды білесіңдер енді, сол жолмен енді көкке барасыңдар деген кезде, Тома, бір шәкірт, соңғы. Онда екінші шәкірт тұрып айтты, бізге әкемізді көрсетіңізші Құдай, Филипп деген. Сонда Иса айтты, сен мені Құдай әкемнен, кім мені көрсе, Құдайды көрді. Бұлай айтсаңыз, Құдай әкемді көрді.
Сонда сен қалай Құдай екенін көрдің деп айта аласың. Сонда Иса ашық айтып тұр да, өзінің Құдайы болмысының өзінде екен. Бірақ ол еш уақытта Құдай болмысына жармасқан жоқ. Ол толық адамды құтқару үшін адам болып келді. Өйткені адам күнәһар болғандықтан адам өзін өзі құтқара алмайды. Пайғамбар келсе де өзін өзі құтқара алмайды. Ешқандай пайғамбар біз үшін өлген жоқ. Ешқандай пайғамбар біз үшін құнын өтеген жоқ. Ешқандай пайғамбар біз үшін қаны төгілген жоқ. Құн төленген жоқ. Ал Иса Құдайдың сөзі адам болып келіп, адами болмысты алып, сол болмысты бүткіл біздің күнәмізді, біздің өлетін өлімімізді, қайғы мұңымызды Құдай өзіне алды, өз сөзіне алды. Және сол Құдайдың сөзі айқышта имансыздар, сенбеушілердің тарапынан жазаланды. Неге? Өйткені біз жазаға лайық едік. Біз өлтірілуіміз керек еді. Біз ұрылып соғылуымыз керек еді. Және біз күнәлік болмысымыздан арыла алмағандықтан біз өлеміз, және шайтан бізді жетелеп алып барады да тозаққа алып барады. Құдай оны қалаған жоқ. Сол үшін Құдай киелі кітап айтады, әуел баста сөз болған, сөз Құдай дейді, сөз адам болып ортамызда өмір сүрді. Құдай өзі адам болып, өз сөзі арқылы Құдай өзі кереметмен адам болып ортамызда сүрді, өмір сүрді. Міне бұл үлкен құпия. Осыны адамдар түсіне алмайды. Өйткені Иса Масих Құдайдың сөзі, және Иса Масих жаратқан не Құдайдың өзі. Бастарымыз дыңылдап кеткен сияқты. Сосын киелі жазба ашық айтады. 1 Тимофей 3:16-да. Құдай адам болып дүниеге келді, киелі рух әділдігін дәлелдеді. Содан ол Мәсіх, Құдайдың сөзі, періштелерге көрінді, халықтарға жарияланды. Жер жүзінде оған көбі иланды, ол ұлылықпен көкке қабылданды. Сондықтан Сұлтан Махмұд Торайғыров, мен Иса Масихтың сол жаратқан ие деп айта алмадым. Өйткені Иса Масих Құдайдың сөзі болғандықтан, Құдай сөзімен жаратты, және Құдай сөзімен бізді құтқарады. Сонда құтқарушымыз кім болып тұр? Адам болып келген Құдайдың өзі. Бұл қарасаңыз Құдайдың құпиясы. Құдай жер бетіне дауыл болып та көрінді, от болып та көрінді. Құдай от жалын арқылы сөйледі. Барлық жаратылысы өзі қолдан. Ал енді Құдай адамзатты сонша сүйгендіктен, адамзат күнәһар болғандықтан, өзін өзі құтқара алмағандықтан, Құдай сол адамзатты құтқару үшін өзі келуіне тура болды. Өзі келу керек. Өйткені адам өзін өзі құтқара алмайды. Кейбір сенім діндерде айтады, адам көп жақсылық істесе, көптеген заңдарды, Құдайдың заңын орындаса, ол сонда мүмкін құтқарылады. Бірақ адамның күнәһар болмысы өзінде қалады ғой. Ол заңды орындаса да, ол қанша жақсылық істесе де, ол жақсылық істеу ол өзінің болмысы болу керек. Біз жақсылық үшін жаралдық. Сонда мен жақсылық өз міндетімді атқарсам, сонда қалай ол міндеті мені құтқарады? Ал күнәһар болмысы менің қанымда бар, ол жанымда бар. Оны мен арыла алмаймын. Өйткені Құдайдың сөзіне қарсы шыққан адам ата. Және әлі күнге дейін адамзат күнәһар болып Құдайдың сөзіне қарсы шығады. Ол өйткені шайтанның сөзіне алданады. Жеме деген Құдайдың сөзін шайтан келіп же деді. Сонда Құдайдың сөзін адам ескерген жоқ, қабылдаған жоқ. Шайтанның сөзін қабылдады. Сол үшін шайтан адамды тұмшалап келеді. Ал күнәмен шайтанның рухында тұмшаланып келген адам өзін қалай құтқара алады? Пайғамбарлар өзін қалай құтқара алады? Сол үшін Құдай өзі жаратқан сөзімен
өз сөзі арқылы адам болып келді. Сол үшін киелі кітап айтады, Исаның атағын осы жерден жүрген адамдар естиді. Біреу тізе бүгеді, біреу тілмен оны жаратқан не деп мойындайды келді. Не болмаса мойындамайды. Мойындамаған адам ол өзін өзі соттады. Өз күнәсін жүгу өзінде қалды, жер бетінде. Ал енді адам өледі, сонда жаны, рухы екіге бөлінеді. Сенбеген адамдар тозаққа кетеді, өз күнәсін арқалап. Сенген адамдар көкке кетеді. Көкке барған кезде олар Исаның атағын біледі, кім екен. Исаның атағы ол Құдайдың сөзі, жаратқан ие. Исаның атағы ол Құдайдың рухани ұлы. Ұл деген сөз Құдайдың ұлы деген, ол рухани ұл. Өйткені ол адам болып келді. Адам болып келгендіктен Құдай айтты, менің бұл рухани ұлым деп. Сөзіне айтып отыр, менің ұлым бұл рухани. Құдай өзі айтып отыр. Сол үшін жаңағы көп діни уағыздарда, теологияда біз рухани ұл дейміз, соны қорқамыз. Бірақ Исаның тағы бір атағы бар. Оны қолданбаймыз. Неге? Ол адамзат ұлы дейді, көктен келген билеуші. Егер біз Исаны Құдайдың сөзі деп қазаққа жеткізсек, Иса Мәсіхті Құдайдан келген билеуші, адамзат ұлы десек, оның рухани мағынасы бар ғой. Адамзат ұлы деген ол рухани мағынада. Өйткені бүткіл халық үшін жанын беретін, тән беретін, сол өліп тірілетін бір адам болса, ол Иса. Сондықтан ол адамзат ұлы деп, адамзат үшін оның атағы. Ал енді Құдай оған айтып тұр, өзінің сөзі адам болып келеді, менің бұл рухани ұлым. Сонда атағы Исаның атағы, осы Құдайдың берген осы атағы сөз, Иса Мәсіхтің атағы, ол Құдайдың сөзі, ол Құдайдың рухани ұлы, ол көктен келген билеуші, адамзат ұлы деген атағы. Осыны көкке барғанда да құтқарылған адамдар көкке барған кезде де естиді. Көктегі адамдар тізе бүгеді. Исаны жаратқан не? Құдайдың сөзі және Құдайдың өзі екенін танып біледі. Және жер бетіндегі жүрген адамдар, осы сіздер оны қабылдадыңыздар. Құдайдың киелі рухымен, өйткені біздің рухымыз тірілді, өлді рухымыз. Тәубе еткен кезде тірілді. Тәубе етпесек, күнәһар екенбіз Құдайдың алдында мойындамасақ, Құдайдың сөзін жүрегімізге қабылдамасақ, айтшылар құрбан, онда біздің рухымыз тірілмейді. Өлі күйінде күнә өзінде қалады. Және ол қайда барады? Ол жер астына барады, тозаққа барады. Тозаққа барған кезде тозақта адамдар зарлап тұрады. Иса Мәсіхтің құтқарушы, Құдайдың сөзі, Құдайдың рухани ұлы, және көктен келген билеуші, адамзат ұлы. Менің құтқарушым маған келді. Мен неге қабылдамадым? Күнәм өзінде қалды. Күнәмді Құдайдың сөзі өзіне алған екен. Ол естиді, тозақта зарлап тұрады. Бірақ одан құтқару жоқ бұл жерде. Кеш болады. Сол үшін осы жерде өмір сүру біз үшін сын. Барша адамзат үшін сын. Не жақсылық, не жамандық. Өзің таңдайсың. Құдай зорлық жасамайды. Құдай өз сөзімен жаратты, өз сөзімен бізге құтқаруды сыйлады. Сол үшін қаласаңыз Құдайдың сөзін қабылдайсыз, және Құдайдың өзін қабылдайсыз. Сол арқылы Құдайдың рақымын қабылдайсыз, Құдайдың құтқару жолын қабылдайсыз. Оны сіз сенім арқылы. Оған сенбесеңіз, оған деген иманыңыз болмаса, онда сіз діншіл адамсыз. Дін көп, және дін адамды құтқара алмайды. Сол үшін Құдай өзі жаратады сөзімен, Құдай өз сөзімен құтқарады. Иса Мәсіх Құдайдың сөзі. Осы мен қалайым қазақтарға осы құпия ашылса екен. Өйткені Құдай адам болып дүниеге келді, өз сөзі арқылы. Құпия осы. Киелі рух әділдігін дәлелдейді. Иса былай дейді, қайта тірілу шәкірттеріне. Қайта тірілу мен шынайы өмір менмін. Шындық біреу ғана, ол Құдайда. Құдайдың сөзінде, Иса Мәсіхте. Құдай өзінің сөзін белгіледі, және сол белгілегендіктен ол Мессия, Христос және Мәсіх деп аталынды. Ал енді оны дін бөлшектеп алып кеткеннен кейін, соның арасында біз қиындықтан түсінбейміз. Қиын еш нәрсесі жоқ. Қазаққа осы Иса Мәсіх Құдайдың сөзі деген ашылса екен, менің арманым. Ал енді осы Иса Мәсіх қазаққа Құдайдың сөзі деп ашылса, ол біздің доктринамызда, теологиямызда бұзбайды ол. Өйткені қазақ ол жүрегіне жақын.
Иса Мәсіх деген. Құдайдың сөзі деген. Сол үшін Иса былай дейді, Матай 18:11-де тағы да, мен Құдай тағайындаған билеуші адамзат ұлы, тура жолдан адасып кеткендерді құтқаруға көктен келді. Сол үшін Исаның атағы көктегі, жердегі және жер астындағыларына жаратқан ием деп Исаның мойындайды, және тізелері бүгіледі әрбір тілдің жер бетінде, көкте де жерде де. Сол үшін егер сіздердің мүмкіндіктеріңіз болса, ойланыңыздар, және Иса Мәсіх Құдайдың сөзі, жаратқан ие Иса Мәсіх арқылы жаратылдық. Және Иса Мәсіх арқылы біз құтқарыламыз, Құдайдың сөзі арқылы. Жохан 5-те рас сендер киелі жазбаларды зерттеп, сол арқылы мәңгілік өмірге ие боламыз деп ойлайсыңдар. Ал олар мен туралы куәлік етеді. Иса. Барша киелі жазба әуел бастан деп басталып, ем Иса келе гөр деп аяқталады. Барша киелі жазба көне өсиетте, жаңа өсиетте Иса Мәсіх туралы айтады. Барша жер бетіндегі дін Иса Мәсіхті қияметте көктен келетінін біледі. Бірақ түрлі діни жолдармен олар Исаның шынайы Құдайдың сөзі шындық екені түсініксіз болып қалған. Сол үшін қорытындылай келе, қымбатты бауырластар, адамзаттың халы мүшкіл. Адамзат еш уақытта өзін өзі құтқара алмайды. Өйткені әуел баста Еден бағында жүргенде адам Құдайдың сөзінен бас тартқан. Құдайдың сөзін қабылдамады. Керісінше шайтанның сөзін қабылдап күнәға батты. Ал Құдай өзінің жаратқан жаратылысын құтқарғысы келе ме? Тозақта қиналғанын Құдай қалай ма? Тозақ адамдар үшін емес, шайтан үшін, жындар үшін. Ал шайтан адамзатты алдап, арбап тозаққа түскенін қалайды. Ал Құдай құтқарады. Құдай сөзімен жаратып, Құдай сөзімен құтқарады. Сонда бір ғана Құдай құтқарады. Енді қымбатты бауырластар, Құдайдың сөзі адам болып жерге келді. Ол Құдайдың құдіреті. Иса Мәсіх Құдайдың сөзі. Біздің ата-бабаларымыз ислам дінінде жүріп, қазақ хандығы кезінде Исаны Құдайдың сөзі деп таныған. Иса Құдайдың рухы деп таныған. Бірақ дін күрделенгендіктен оның бәрі ұмытып қалды. Қазір ол біздің халқымызға осы ашыла ма, ашылмай ма, мен білмеймін. Бірақ Құдайдың рухы сіздерге қалай ашса, солай ашылады. Сол үшін айқыш ол не біз үшін? Айқыш ол біздің күнәларымыз үшін Құдайдың сөзінің құрбан болған жері. Өйткені имансыздар, күнәһарлар айқышқа апарып Құдайдың сөзі Иса Мәсіхті шегеледі. Сол үшін Иса тәнінде біз үшін қиналып ол құрбан болды. Және біздің бұзылған қанымыз ол біздің жанымыз. Ол қанымызды ешкім бізді түзете алмайды. Біздің жанымызды ешкім құтқара алмайды. Біздің өз жанымыздың қайда екенін де білмейміз. Құлағым ұшында ма, жоқ тырнағым ұшында ма? Білмейміз. Ал Құдайдың сөзі айтады, жан мен рухты ажыратады. Сол үшін Құдайдың сөзі адам болып келіп, киелі қанын төкті. Бізге киелі төгілген қан. Құрбан болған. Міне сол үшін біз қанымызды да төкпейміз, енді жанымызды да жаңа қиналмаймыз. Неге? Біз сенеміз, өйткені Құдайдың осы жолды ашқан, құтқарып. Сол иман осыған үйірген кезде, осы айқыштағы Иса Мәсіхтің өліп тірілу құрбандығына сенген кезде, Исаның біздің күнәларымыз үшін төгілген қаны бізді ақтайтынына сенген кезде, біз Ибрахим пайғамбар сияқты Құдайдың досы боламыз. Барша пайғамбарлар айтқан сөз Иса Мәсіхте орындалды, өйткені Құдайдың сөзінде бәрі орындалды. Және Иса айтты, мен заманның ақырында сендер үшін келемін. Иса келген кезде қиямет қайым. Ол соңғы уақыт. Сол үшін
түрлі Исаның келуі туралы діндер түрлі түсініп келеді. Бірақ киелі кітаптағы шындық, Иса Мәсіх екінші рет келген кезде бізді құтқару үшін келмейді, кеш болды. Иса құтқару жолын жасады, міне Құдай құтқару жолын ашып кетті, 2000 жыл. Иса келген кезде осы уақыт бітеді. Сосын уақыттарымыз тар. Сосын біз не істеуіміз керек? Өліп қалмай тұрған кезде, жанымыз шығып кетпей тұрған кезде, осы сын бізге беріледі. Бұл дүние жалған. Бүгін бар, ертең жоқ. Сосын Құдайдың шындығын, Құдайдың сөзін, айқыштағы қиналысын бізге берген құрбандығын, Құдайдың сөзін иманмен жүрегімізге қабылдасақ, біз Құдайдың өзіне иман береміз. Сонда Құдай айтады, сендер құтқарылдыңдар. Және сотқа еш уақытта түспейсіңдер. Және Иса Мәсіх арқылы сендерді тірілесіңдер, мәңгілік өмірге ие боласыңдар. Сосын қымбатты бауырластар, енді тәубе дегеніміз не? Тәубе дегеніміз бұл үлкен Құдайдың алдындағы мойынсұнушылық. Құдайдың алдына келіп, Құдай, сен құдіреттісің. Сенің сөзіңде құдіретті, өзіңде құдіреттісің. Және сенің бізге құрбандық жолында құдіретті. Мен пендемін, мен күнәһармын. Кешір. Біз адамдардан кешірім сұраймыз. Адамдарды қағып кетсек, адамдарды жарып кетсек, олардан кешір десек, адамдар бізді кешіреді, иә? Ал егер Құдайдың алдында неге біз қаһарланамыз, неге біз көкіректенеміз Құдайдың алдында? Құдайдың алдында неге біз күнәһар пенде екенімізді мойындамаймыз? Неге Құдайдың алдына келіп кешірім өтініп, Құдай, саған сендім, сенің сөзіңе сендім, сенің осы құрбандығыңа сендім деп оны тәубе дейді. Егер де сіз қазір ертең өліп қалмай тұрған кезде, ертең не болатынын білмейсіз. Иса келіп, қиямет қайым бола ма? Жоқ, әлде ертең жер сілкініс болып біз құримыз ба? Сіздер қорықпай қояйын, біз алдымызда не боларын білмейміз. Егер алдыңызда бірнеше уақыттан кейін не болатынын білсеңіз, онда тәубе етпей қойыңыздар. Жарай ма? Егер білсеңіздер. Бірақ біз мәселе білмейміз ғой. Біз еш нәрсе білмейміз. Ал Құдай өзін ашып отыр Иса Мәсіх арқылы, құтқару жолды ашып отыр. Сосын жаратқан ием, мен күнәһармын. Және сенің айқыштағы құрбандығыңа сенемін. Иса Мәсіх Құдайдың сөзі, жаратқан ие мені құтқара гөр. Құрбандығын қабылдай, менің өміріме ен деген. Осы иман, осы сенім сізді мәңгілік өмірге алып келеді. Сосын қымбатты бауырластар, сіздерге Құдай жар болсын.